біздің қоғамда ол 30-50 жылдардағы қиянат, ол қасірет, ол да әлі толық ақталған жоқ. Өйткені мен Міржақып Дулатовты түсірген кезімде сол мемлекеттік архивке кірдім ғой, ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивіне. Сонда жаңа құжаттар қолымда тұр. Осы Мағжандарды, Міржақыптарды, Әлихан Бөкейхановтарды кімдердің сатқаны бәрі фамилиясымен түгел тұр. Ал бірақ соны көрсетейін десем, сонда жаңағы менің жанымда, менің қасымда жүрген адамдар айтады, мына пәленшені көрсетпей қояйық, бұл кісінің ұрпағы пәлен генерал дейді. Мына пәленшені көрсетпей қояйық, бұл кісінің пәлен министрдің бірдеңесі, құдасы бірдеңе. Сонда қарап отырсаңыз, жаңағы мынау қазақи жаңағы ұғым деген менталитет қояйық, бұл мүлдем мынау біздің жаңағы өркениетке үшін кереғар ұғым ба деп қалам. Сонда 50 жыл өткеннен кейін ол ашылмай жатыр. Ал енді оның бер жанындағы жаңағыдай жасалынып жатқан қиянаттар, қазақ халқына, қазақтың ұлттық мүддесіне жасалынып жатқан қиянаттар, олар ашылуды әлі толық ашылмайды. Өйткені бұларды жасаған адамдар да, және соларға куә болған адамдар да жанымызда жүр ғой. Сондықтан мен айтам, қазақ қоғамы әлі ақиқатты ашуға әлі дайын емес. Ақиқатқа қазақтың қоғамының сұранысы жоқ. Мақтап, мадақтаған кәдімгі фильмдерді көрсетуге дайыр. Бірақ осындай ақиқатын ашып, осылай жаңағы шындығына жету жолында мына режиссерларға толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ. Өйткені биліктің өзінің ақшасына түсірілген киноның сұранысы басқа, ал енді өзің басқа каналдан басқа жолмен ақша тауып түсірсең, әрине ол басқа.